Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен торт брауни дайындайтын боламыз. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Менің жаңа рецепттерімді жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға жұмыртқамыз бен қантымызды жақсылап миксерлеп аламыз. Массамыз ақ түске енгенше дейін миксерлейміз. Массамыз осылай ағарып бастаған кезде үстіне еріген сары майымызды құйып, тағы да араластыратын боламыз. Енді құрғақ массамызды мен алдын ала електен өткізіп дайындап алдым. Ұн, какао қопсытқышты бөліп салып, жайлап миксерлейтін боламыз. Енді массамызды арнайы формаға құятын боламыз. Мендегі форма 24, сіздер кішірегі болса пайдалансаңыздар болады. Бисквитіңіз көтеріліп шығатын болады. Бисквитті алдын ала қызып тұрған 180 градус пеште 30-35 минут пісіріп аламыз. Бисквиттің піскенін шпажкамен тексеріп қарасаңыздар болады. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін қайнап тұрған сүтімізге манны крупаны жай-жайдан салып отырып араластырамыз. Толық араласып болғаннан кейін оттан алып, енді үстіне қантымызды және сары майымызды саламыз. Сары майымыз толық еруі қажет. Майымыз толық еріп болғаннан кейін кокос стружкасын салып жақсылап араластырамыз. Масса ысы кезінде сала беріңіздер. Басында сұйық секілді көрінеді, кейін масса суый бастағанда қоюланатын болады. Осымен біздің салмамыз дайын. Енді тортымызды құрастырамыз. Астына бисквитті аударып саламыз, себебі бір тегіс болып шығуы үшін, және үстіне жаңағы дайындаған салмамызды салып, тоңазытқышқа салып қоямыз. Мейлінше ұзақ уақытқа салыңыздар, себебі масса бисквитке сіңіп, жұмсарып шығады. Егер сізге рецепт ұнап жатырған болса, лайк басып сақтап алыңыздар. Толық суыған тортымыздың үстіне ганажды құямыз. Ганаждың жасалу жолын төменге жазып кететін боламын. Ганажыңызды суытып құйыңыздар, ыстық күйінде құймаңыздар, себебі ортадағы салмамызға сіңіп кетеді. Салқындатып құйсаңыздар, бетінде әдемі болып тұратын болады. Тағы да тоңазытқышқа салып аламыз. Мінекей біздің тортымыз дайын. Өте жұмсақ әрі тәтті болып шығады. Баунти шоколады сияқты болып шығады дәмі. Жасап көріңіздер, жақындарыңызды қуантыңыздар. Қазір сіздерге ортасын бөліп көрсететін боламын. Ортасы осындай болып тұрады. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Келесі кездескенше.